үстел ойыны. Бүгінгі таңда кез келген қазақ отбасының үйінде болуға тиісті және ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауға таптырмас құрал. Бұл жерде 6-12 ойыншыға дейін ойнай алады. Бұл жерде мына ойынның ерекшелігі, жалпы ойын тақтасы, бұл тақта кезең-кезеңден тұрады. Түркілік кезең, моңғолдық, Қазақ хандығы, Ресей империясына бодан болған кез, Алашорда, Ұлы Отан соғысы, 19-20 ғасыр және тәуелсіз Қазақстан 8 кезеңден тұрады. Және ойынның кезеңінде мына жерден басталады ойын. Осы сол фишкамен ойынның кезеңінде түгел айланып, соңғы сөреге, финишке дейін келеді. Бұл ойында жалпы 520 сұрақ қамтылған. Әр кезеңде 45 сұрақ беріледі.